отырады мәрхүм кейім. Ерегер, өтсегер, юғыз еді бір әрігі зейденлерімді, еңнекілерге мен балай тапмадым екен, мұшыл зейденлерімді юғалым болар еді кесер. Өліп сағынамын. Әби де yok, әти де yok, әни де yok. Апай да кетті бұйыл. Ауыл ортасында шондай матор ей тұрып қалды. Қапқасы да, ишігі де, терезелері де, бикле. Алдырға ярамыш ұшылады. Біргінден ұлқа. Несті ішләді кезеңі мен етем, көп ремонт жасағаннан соң, әри басып тұрғасында қызым білмейм дей, несті ішлеген бойы білмейм дей мен етем, кеп қалдырып кетті, 80 яшты қаршыққа дейін. Өзіңіз дәйіні мен етем, қорқбейді ол. Әти әриге қышқыра, әри әбиге қышқыра мала, өзі шәлер деген. Мен әбинізді шешет еттім, әбиге дәшмәгіз мейден, әби қарт өзіңіз бәйімді деді. Bir ay talaştılar әти өлән әді. Ремонтларын яңартып шыққыншы, бір ay білсеңіз. Еш шондайлық сағынан мені шанасыз. Әти отырыр ей мәрхүм кейім, мина минут сайын, дұрак сен яппаймайды деп. Біз үйдегіл қатын қыз, әби, үш қыз, әти қапқа түбіне шығып отырайды да, әттәш білән сөйлешеді. Петя, ей Петя, аңлайсың мұсың сен менің қалларына сенде да ташырта бет бұл қатын, Петя. Сабантыға біргәләшіп мініп кеттік, әби үйде қалды бетінде. Не нәрседір яңғыр яуа башлады да. Мен қайтып кеттім. Қайттым да, үйде салқын шай үйде таптым да, пешні қобыздым. Оказывается, ол пешнің нәрсесіндер тортып шығарыға керек болған екен баштан. Малы қабызып тұрып жібердім. Үй ортасында тұра еді пеш ебет. Бір ешігі кухняға атылып шықты, екіншісі тегі ремонт жасаған бөлмеге. Бір ақ нәрсе де қалмады. Только менің тіш көз білсеңіз міне. Қара бала қитті секунд ішінде. Шықтым да сыздым енді, мен как будто үйге апшып қайтмадым әлі сабан тойдам. Үйде әби соңғырау. Әкіріңгіні шығып жеткелегінші дегенмен. Шықтым, мұншаға барып тесізгіні қолары беттеріне жудым да, енді оғаш түбінде қошып қарап отырдым, әділерін қойткандарын қайттылар дегілер. Қырышма, үйде, үзі шайлар дегілер. Айтып кірдім бір нәрсе білмегенде, әй мал! Айтып келем, абитлар тересінде, ел ортасында сен басып тұрасың дей. 3 яш. Бәтәш қызым, не ішләп үйрейсің үйді тағын ел ортасында ғәмбәр япан қоясың деп сұрайым дейін. Шоллама ғәмбәр япа мені юқлата деп айтасың. Шоннан да қошып шығып кете тұрған болған көз алдыңызға кетіресіз. Әненің пальталарынан аюлар тігіп, үйне қозбаслыққа бұяп, нәстелергіне ішләп бітмәдім. Но көңіл езгілікті еді өзі. Үйне шартлаттым мен. Үйне шартлаттым, білесіз місі шоны. Сабантыға қонақлар қайтырға тегішлері әти білән әне бек матур етіп ремонт ясадылар. Аппақтан, ей міндер тішлері аппайтып үлді әне. Ей отыге шелтерлеріні алыштырдылар. Бізде қонақлар келгенде шулай қыланалар бетінде әйбет. Как будто сен гіл шулай ешісің. Самый матур посудыларны шығарасың, сондық келген самый матур халатын алып киесің, юасың, шиз тартасың, как будто сен гіл шулай. Аха. Нешелер көзлеріне қарармын екен дейді. Артық нық шоқ болғанмын. Әне мәрхүм кейім еске алайды. Қызым, ғұмыр бойына ауыл ортасында тұрған балалар бақшасына сен шонда ілеккенше қимада қоймадылар, шынки бір кімде қашмедір иданнан. Сен шонда барған елні амбар юзағы әліп қойдылар, бейік қималар ясап, қызым деп. Біздің шонды ұсал тәрбиеші апалар ғәмбәр япады. Қап-қарашын дәсіккіне ерінді білсәңіз, бәлеке шақта шондайның көңіл төріне сіңіп қалған, о беттегі шатырманлап көзіне еп қашты, сені бір кімді көрмейдір кімді, әбет как будто сен үстелмен, сен жоқ. Шолай ятасың, епларға яткыра, әкіреңіне арайсың да деге көзін аша башлайсың, ғәмбәрия басып тұра. Ну-ка! Ол ну-ка сөзі білсәңіз, қанға сіңген ұлыжы.